Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын түскі ас дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Одан кейін етімізді салып араластырамыз. Менде етім самсадан қалған дайын ет болған, соны қостым. Бұл тамақты барлық қыз-келіншектер біледі, бірақ әркімнің жасауы әртүрлі. Сондықтан менің рецептіммен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Қуырылған етіміздің үстіне ұсақтап туралған пиязымызды қосып, тағы да араластырып қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Жақсылап етіміз бен пиязымызды қуырып аламыз. Одан кейін қызыл бұрышымызды қосатын боламыз. Тағы да араластырып қуырамыз. Томат пастасын салып, жақсылап қуырып, бетін кішкене жауып қоямыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін кез келген макарон түрін салып қуырамыз және үстіне қайнаған суымызды құйып тоқтырып пісіретін боламыз. Осымен біздің тез дайындалатын түскі асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады.